Былтыр жылдың басында мен аяқ астынан жұмыстан шығып, Каспиімнің барлығы блокқа кетіп, кредитін төлей алмай, кредиттің үстіне кредит қосылып, просрочка кеткен, жалпы қиналып жүрген кезім болды. Любой жігіттің басында сондай бір моменттер болады. В общем, сондай кездері маған подписчигім жазады. Братан, ақша берші дейді да. И өзінің Каспиінің скринін жібереді андай фотоға түсіріп. Соны қарасам, Каспиінде 1000 теңге ғана қалыпты ол жігіттің. Бірақ Каспиінде просрочка жоқ, кредит жоқ, просто 1000 теңге ғана қалған ғой. Ал мен өзімнің Каспиімді ашып қарасам, Каспиімде соңғы 10 теңге қалған. Каспиім төбесінде қап-қара 500 мың теңге просрочка деген жазу тұр, астарында кредит тұр. Жусан банкта просрочкада, блокта. Мен өзім сол уақытта әйелімнің банктарымен қолданып жүрдім да, өзімнің банктарым бәрі блокқа кетті. Сол айтқым келді да, сенің жағдайың менің қасында әлдеқайда жақсы ғой, наоборот, сен маған көмектессей деп айтқым келді. Жылағым келіп кетті ана Каспиіне қарап, мынау не деген бақытты Каспий деп. Қашан өстіп ашылады деп ойлаған кезім болды да. В общем, жылдың басында былтыр осылай кішкене қиналдым, бірақ көктем бойы, жаз бойы үзбей контент түсірумен айналыстым. Вообще демалған жоқпыз. Просрочкаларым тұрған кезде демалу өте қиын. Айына даже қатар 14 проект алған кезім болды осы жазда. Барлығын аман есен бітіріп, қазір Каспиім барлығы ашық, кредиттарым барлығы төленген, барлығы өз ретіне келді. Жалпы дәл қазір егер сен қиналып жүрсең, Каспиім блокта болса, любой ситуациядан выход бар. Мен өзім сәл бір депрессия болып жүрген, бірақ қазір түсіндім, депрессия болудың да қажеті жоқ екен. Негізі амалын тапсаң, ойлансаң, ретін тапсаң, барлығы өзі ашыла қалады.